Баршаңызға сәлем, қымбатты менің оқырмандарым және арнамның қонақтары. Арнаға қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға Надира Төлееваның «Төзім шеңбері» атты әңгімесінің 6-шы бөлімін жалғастырып оқитын боламын. Әңгіменің басы өткен бөлімдерде. Мектеп бітірген соң мен оқуға түсіп кеттім. Ал Ерсұлтан трактор айдап ауылда қалып қойды. Мен демалысқа келген сайын тракторын бепілдетіп келіп тұратын. Жүгіріп келіп, амандасып, жаны қалмайтын. Қойсаңшы, көршілер көрсе не дейді десем, не десе о десін, жұрт білсе біле берсін, маған бәрібір деп құшақтап алатын. Қалаға да іздеп келген. Мен тракторшымын. Маған тимейтін шығарсың, я, десе мен. Жоқ, өмір бойы осылай трактор айдап өтпейтін шығарсың дейтін едім. Оқуға түсуге жағдай жоқ. Оның үстіне білім қуғым да келмейді деп шамданып қалатын еді. Солай келіп кетіп, үйленеміз деп жүргенде мені алып қашып кетті ғой. Байғұс бала 3 күннен кейін мені іздеп барыпты. Сонда алдынан әлгі күйеусымағым шығып, ол енді менің қатыным, аулақ жүр деп ұрып жіберген екен. Бір ауыз сөйлесейінші, өтініш, шақырып жібересіз бе десе де қуып жіберген екен. Оны мен кейін қайтып келгеннен соң айтып жатыр ғой. Менің келгенімді естіп, ол үйдегі көрген қорлығымды мамасынан естіп тракторымен ұшып келіп, неге көндің сол кезде деп тістеніп тұрып, қайта кетіп қалған. Мен үнсіз артына қарап қала бердім. Ертесіне тағы келіп, егер мен үйдегілерді көндірсем, маған тиесің бе дейді. Ұмыта алмай жүр. Бірақ өзі де онша қаламай ма? Не істерін білмей жүр, ме білмеймін. Жаны ашығандықтан солай айтып жатыр ма білмедім. Бірақ мен бас тарттым. Қой, олай деме. Ауылда сөзге қаламыз. Енді маған келме. Мен бұрынғыдай емеспін. Күйеуден шықты деген атым бар десем. Сен көнсең болды. Сені ұзақтарға алып кетіп қаламын. Үйіңнің жағдайына қарап оқудан бас тартқансың. Егер мен үшін үйіңді тастап кетсең, менің кім болғаным? Болды, енді жолымыз бөлек. Мазамды алма деп қоштастық. Бір күні үйге мамасы келіпті. Маған жақтырмай қарағаннан не үшін келгенін түсініп қойдым. Екеуміз оңаша қалғанда, шырағым, баламды мазаламашы, мені де түсін, үйленбеген балама күйеуге деген әйелді әперсем ел не дейді деп бастады. Мен айттым, сіздер де балаларыңызға қаталдау болыңыздар, келме десем келе береді. Мен оған тиетін ойым жоқ, мазамды алмасын деп тоқ етерін айттым. Бір жағы сол үшін де Алматыға кетіп қалдым. Баламнан айырылып, күйзеліске түсіп, нағашы әпкемнің қолдауының арқасында есімді жиып, адам бола бастағаныма 2 жылдан асқан. Одан кейін кешегі ауыр пакетімді көтеріп көмектескен жігітпен таныстым. Менен 4 жас кіші екен. Басында мән бермей дос ретінде қабылдадым. Танысқан күннің ертесіне түс қайта маған хабарласып, қайдасың дейді. Жұмыстамын. Сағат қаншада шығасың? 7-лерде. Мен де жаттығу залынан 7-лерде шығамын. Сені үйіңе дейін шығарып салайын. Қой, балақай, аптығыңды бас, мен сенен үлкенмін ғой. Мен балақай емеспін. Жай сөйлесейікші, шықшы, дейді қиылып. Жарайды деп, жұмысымның мекен жайын айтып, ол кешке көлігімен келіп, екеуміз кафеге бардық. Мен сені ұнатып қалдым. Кешелі бері ойымнан кетпейсің, деді қолымнан ұстап. Мен қолымды тартып алдым. Олай болмайды. Сен менен кішкентайсың. Одан кейін менің кім екенімді білмейсің ғой. Мен тұңғиыққа батқан адаммын. Бір күндігіммен өмір сүретін адаммын. Егер менің өткен өмірім туралы білсең, қашып кетесің деп төмен қарадым. Жоқ, маған маңызды емес. 26 жасқа келсем де, әлі махаббатымды кездестірген жоқ едім. Жас бала емеспін.
оң солымды ажырататын, өзім шешім қабылдай алатын жастамын. Өй, мені қайтесің? Одан да мен сені жақсы қыздармен таныстырайын. Менің жиенім бар. Міне, қарашы қандай әдемі қыз, деп телефондағы суретін көрсетіп жатсам, қолымнан жұлып алып, маған сенен басқа ешкім керек емес, деп телефонымды қайттан қолыма берді. Біз кеше ғана таныстық қой, әлі бір-бірімізді танымаймыз. Мен 2 рет күйеуге тиіп шыққанмын. Бала туып, баламнан айырып қалған адаммын. Әке шешемді жерге қаратып кеткенмін. Дей бергенімде қолымнан шап беріп ұстап, болды, ештеңе айтпа, уақытысы келгенде айтарсың. Маған өткен өмірің маңызды емес, дедім ғой. Маған болашағымыз маңызды, деп бірінші кездесуімізде сөз салды. Ойланып көрейін, деп сол күні әрең құтылдым. Маған салса, оның кетегінен ұстағым келеді. Бірақ жас баланың бағын байламайын, деп ұнатып тұрсам да, енді мазалама, сен маған ұнамадың. Менің іздеген адам сен емессің, деп хабарлама жазып жібердім. Кешке жұмыстан шықсам келіп тұр. Қойшы, не керек? Қырыс соңымнан қалмай келісімімді алды. Күнде таңертең жұмысқа апарып тастайды. Кешке үйге апарып тастайды. Қамқор болып, уход жасаудың шебері еді. Қасында отырсаң қызықты әңгімелер айтып күлдіріп, өлең оқып береді. Мен өзім лирикаға жақын болған соң, оны ұйып тыңдаймын. Бұрыннан танитын адам сияқты екеуміз жақын араласып кеттік. Оқыған кітаптарымыз туралы жарыс айтамыз. Екеуміздің сөзіміз бір жерден шығып, тіпті талғамыз да ұқсас болып шықты. Өмірде бауыр басып қалып, одан айырылудың қандай қиын екенін мен жақсы білемін. Мен жігітіме қатты бауыр басып бара жаттым. Бірақ ертеңімнен қорықтым. Оның туғандары қабылдамаса ше? Үйленіп жатсақ, ол жас қыздарға көз салып жүрсе ше? Жоқ, мен мұны тоқтатпасам болмайды, деп жоспар құрдым. Туған күнім болатын. Сол күні әдейі мұның көзіне жаман көрінейін деп кафеде қыздармен шарап ішіп, темекі тарта алмасам да бұрқыратып отырдым. Әдейі ашық киініп алғанмын. Сондағым мені жаман қыз екен деп шошытайын деген түрім ғой. Бірақ бір кезде ол бір жоқ гүлімен біз отырған кафеге кіріп келді. Қолымдағы темекіні жұлып алып, сөндіріп тастады. Бәрінің көзінше, жаным, маған тұрмысқа шығасың ба, деп сақинасының қорабын ашты. Балақай-ау, мені көріп тұрсың ғой қандай адам екенімді. Мен ішем, шегем. Сенің әдейі жасап жатқаныңды білмейді дейсің бе? Қойсаңшы мұндайыңды. Мен бәрібір сенен бас тартпаймын. Сонымен, маған тұрмысқа шығасың ба, деді. Жоқ, жүр алдымен сөйлесейікші, деп далаға ертіп шықтым. Екеуміз көлікте отырып ұзақ сөйлестік. Мен бәрін айттым. Баламды әлі ұмыта алмай жүргенімді де айттым. Егер баламды басқа біреу туғанда, ол тірі қалатын еді. Бәріне мен кінәлімін. Маған жоламай-ақ қойшы. Мен ешкімді қасыма жақындатқым келмейді. Маған жақындаған адам бір бақытсыздыққа ұшырайды, деймін егіліп. Бар сырымды ақтарған соң, енді келмейтін шығар деп ойласам, ол онан сайын жақындай түсіп, айтқанынан қайтпады. Маған өткен өмірің қызық емес. Мен сені бақытты қыламын. Енді мен сенің әр көз жасың үшін жауаптымын. Лажы болса, жылатпауға тырысамын. Сен қазір жастықтың буымен айтып тұрсың ғой. Қайдағы жастық? 26-дан асып барамын. Жас емеспін. Ертерек үйленейікші. Мені шын жақсы көресің бе? Иә, саған өлердей ғашықпын. Онда өмірімнен кетші. Мен саған тұрмысқа шыққым келмейді, дедім. Ол жас баладай еңкілдеп жылап, басын иығыма қойып, мені өзіңе осынша ғашық қылып тұрып, енді кет дейсің бе? Жүрегімді ауыртпашы, аққуым, мені тастамашы аққуым, деп жылайды екеп. Қош бол деп көліктен түсіп, үйге қарай жүгіріп кеттім. 4 күн өтті. 4 күннен
бері сөйлеспей, бір-бірімізге хабарлама жазбай әрең шыдадық. Жүрегім жараланып, ауа жетіспегендей бір түрлі күйде жүрмін. Жолын тосып қайта-қайта телефонға қараймын. Хабар жоқ. Қатты көңілі қалған екен ғой деп ойладым. Бір жағы құтылдым деп қуансам, бір жағы жүрегімнің жартысын жұлып алғандай сыздайды. Жұмысқа қолым бармай, дел сал болып жүргенімде хабарлама келді. Сағындым жаным деп жазыпты. Мен де дедім, кешке жұмыстың алдында күтіп тұр екен. Мен сенсіз өмір сүре алмайды екенмін. Кешірші мені, ұмыта алмадым. Қолымнан келмеді деп құшақтады. Сенесің бе? Кешегі жүрек ауру сап тыйылды ғой. Ауырғаны басылып, емшекке тойған бала сияқты сондай бақытты сезімде болдым. Екеуміз қайта табыстық. Ол кезде асханада аспазшы болып істеймін. Арайлым деген даяшы қыз бар еді. Сол сізді сондай жақсы көремін. Сіздей жеңген болса арманым жоқ еді деп жүретін. Сол туған күнін ауылдағы үйінде жасаймын деп үйіне шақырды. Жігітіме айтсам қызғанып жібермесі анық. Түсте барып құттықтап, кешке қайтып кетемін деп ойладым. Тағы да бір даяшы қыз екеуміз шығып, Арайлымның үйіне барсақ, қызу дайындық жүріп жатыр екен. Бірақ туған күнге келген адам көрінбейді. Үлкен кісілер мен қазан ошақта қызмет жасаған әйелдерден басқа ешкім жоқ. Ойымда ештеңе жоқ. Төрге шығып алып отырып, үшеуміз әңгімені соғып отырмыз. Бір кезде Арайлым мен құрбысы шығып кетті. Мен өзім қалдым. Есіктен бір бүкшеңдеген апа кіріп, қолында орамалы бар, маған қарай жақындап келді. Ал қызым, ақ босаған құтты болсын. Енді сен біздің келініміз боласың деп орамалды жабайын деп жатыр. Артқа қарай ыршып секіріп түстім. Тоқтаңыз, не істеп тұрсыз? Әзіл ме бұл? Арайлым деп айқайлап жатырмын ғой. Оным жоқ болып кеткен. Өңкей қатындар қоршап алып, орамалды қинап жаппақшы. Қойыңыздар, мен жас қыз емеспін сіздерге. 30-дан асқан әйелмін. Оның үстіне жігітім бар десем, білеміз, жігітің үйленбеген жігіт екен. Ол сені алдайды ғой, мазақ қылып тастап кетеді. Одан да осы жерде қал, бақытты болып кетесің дейді жамырап. Кіммен бақытты боламын? Мені алатын адам кәне, бар ма өзі? Дені сау адам ба? Танымайтын адамды ала салатын ол қандай адам? Мүгедек пе десем, таниды ғой, Арайлым айтқан дегенде. Біреудің айтқанымен үйлене салатын қандай адам ол? Көрсетіңіздерші сол адамды деп айқайладым. Асықпа, әл ақтанса жатарсың, деп тағы да орамал жабайын деп жақындап келеді. Даусымды жуандатып, жолама маған, сұқ саусағымды көрсеттім. Біраз қаймығып қалды. Тез-тез телефонымды алып жігітіме хабарластым. Ол бірден тұтқаны көтергенде, жаным мені құтқаршы, мыналар мені алып қалмақшы десем, немене, кім олар? Сен қайдасы өзің дей бергенде, қолымнан телефонды жұлып алды. Бір кезде қулыққа басайын дедім. Жігітім мені тауып алатынына сенімді болдым. Уақыт созбақшы болып, бірінші маған үйленейін деп жатқан жігітті көрсетіңіздерші дедім. Бір кезде ертіп кірді. Масқара, жігіт емес ата ғой мынау. Менен 20 жас үлкен сияқты, қарны қампиған, аяғы талтақ біреу кіріп тұр. Шошып кеттім. Міне, осы ғой сенің болашақ жарың, жақсы жігіт, дейді бір орта жастағы әйел. Қайдағы жігіт? Ата ғой мына кісі. Сіздер мені мазақ қылып тұрсыздар ма? Десем, Ибай, несі бар екен? Сен де 2 рет тұрмыс құрғансың ғой. Бұл жігіт те 2 рет үйленген. Екеуің тағдырлас екенсіңдер. Анау жас баланы қайтесің? Ыстық суығың басылған соң, ол сені тастап кетеді, дейді ғой күйдіріп. Жарайды, маған біраз уақыт беріңіздерші. Өз-өзіме келіп алайын. Анама хабарласып қойсам бола ма? Уайымдап отырған шығар. Шынында да жас жігіт менің теңім емес сияқты деп беттерін бері қаратып қойдым. Анама хабар беру үшін телефон берді. Бірақ қасымда тұр бәрі. Алдында Арайлымның ауылына біздің көрші қызымыз келін болып түскен айтқан болатын. Ол қызбен талай үй телефонымен сөйлескенбіз. Сол есіме түсіп, тезірек
жігітіме хабарлама жазып үлгердім. Үй телефонның номерін жазып, осы қыздың ауылындағы арайлымның үйіндемін деп жаздым. Олар байқамайда қалды. Анама хабарласпай, баяғы нағашы әпкеме хабарластым. Тұтқаны көтерген бойда, мені алып кетіңіздерші, көршінің қызы Дариғаның ауылына алып қашып кетті, дей бергенім. Сол рет тағы да телефонды жұлып алып. Мына қыз қайтеді? Жаңа ғана көніп қалып едің ғой, не болып қалды? Деп ұрсып жатыр. Өлсем де бұл үйде қалмаймын, дедім тістеніп. Онда сөйтіп жүр, байдан байға шығып. Жаспын деп отырсың ба? Осындай бай тапқаныңа қуанбайсың ба? Деп шабуыл жасай бастады. Жақсы бай болса өзің тиіп ал, дедім мен де аянбай. Ол әйелді басқалар сыртқа алып шықты. Алып шықпаса, іс насырға шабатыны белгілі ғой. Орамал салуға басқалары келсе де, ешкімге бой бермей алысып жатырмын. Бір кезде жігітімнің дауысы шығып жатқанын естіп қалдым. Ол сендерге қуыршақ па не? Қалайша қыздың келісімсіз алып қашасыздар? Жіберіңдер, деп ішке қарай ұмтылып жатыр. Сол арада нағашы әпкем мен жеңгем келіп, ішке кіріп, менің қалғым келмейтінін білгеннен соң алып кетпекші болды. Сонда әлгі бүкір апа, мен саған теріс батамды беремін. Менің ұлымды менсінбесең, екі дүниеде де бақытсыз болып өтесің, деп қолын сыртқа қарай қаратып, жайып тұреді жеңгем. Қорықпа, қарғыс өз егесін табады. Кеттік, деп мені жетектеп, алдымыздан шыққандарды итере шығып кеттік. Сыртта кіре алмай тұрған жігітімнің көлігіне отырып кетіп қалдық. Сол кезде бұл жігіт мені шын сүйетініне көзім жеткен еді. Міне, құрметті менің сүйікті оқырмандарым, әңгімеміздің 6-шы бөлімі осылайша аяқталды. Әңгімеміздің әрі қарай қалай өрбейтінін білгіңіз келсе, арнадан алыстамаңыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны қарайтып, все деген батырмасын басып қойсаңыз, менің күнбегін оқитын әңгімемді жіберіп алмай тыңдап жүре аласыз дегім келеді. Ендеше мен сіздерді өзімнің арнамда күтетін болам, қымбатты менің оқырмандарым. Әзірге хош, сау болыңыздар.